Нұреке, осы қазақта не көп салт дәстүр мен әдет ғұрып көп қой. Мысалға айтатын болсақ, мына үлкен кісіге бас тарту, шапан жабу, құда күту. Соны бар ғой, шетелдіктің адамдарына бар ғой, айтсаң таң қалады ғой кәдімгідей. Ойбай, сендерде сондай бар ма не деп? Әрине, сен естіген жоқсың бе? Жақында бір кісі келді ғой. Америка құрама штаттарынан бір кісі келді. Қазақтарды зерттейді екен. Қазақовед. Қазақовед? Ондай маман бар ма? Кәдімгі бір кісі келді, аты Алекс Геверкян. Нағыз ақш құрама штатының адамы екен, иә? Сөйтіп Алекс келіп, Қазақстанға келіп, біздің салт дәстүрімізді бәрін зерттеп, кәдімгідей докторлық диссертациясын қорғауға келген ғой. Иә. Соны дайындалып, сол Америкада қорғайды. Түсініп отырсың ғой? Түсініп отырмын. Сөйтіп, бір аптаға келген ғой ол. Бір апта емес, бір жыл жатып алған ғой. Бір жыл жатып, кәдімгі зерттеп, жаңағы батыс Қазақстанға барған, шығыс Қазақстанға барған, солтүстік Қазақстанға барған, оңтүстік Қазақстанға барлығын зерттеп, кәдімгі докторлық диссертацияға дайын болған ғой. Сол бір жылдың ішінде, анау американдық Алекс Геверкян қазақ болып кетті ғой. Қалай сіз оны біліп қойдыңыз қазақ болып кеткен? Кәдімгідей біз анау әуежайға шығарып салуға бармаймыз ба? Барсақ әуежайда Алекс жоқ. Ол қайда екен? Сөйтіп телефон шалып жатыр. Нұрлан, осындай кешігіп жатырмын, осы регистрациядан өткізе салшы дейді. Мынауың таза қазақ қой. Сосын келді, айтты, осындай Алекс уайымдама, докторлық диссертацияны қорға дұрыстап десем, ол айтады, сіздер уайымдамаңдар дейді. Мен докторлық диссертацияны қорғаймын дейді. Қорғамасам ақша беремін ғой дейді. Жоқ, енді ақша беру, жаңа кешіп келу мүмкін қазақ емес шығар. Соны қаяқтан сіз оны зерттеп қойдыңыз? Кәдімгі тексердім ғой, мен кетіп жатқан жерге тексердім, осы қазақ болды ма жоқ. Машина сатып алдым өзіме, көлік сатып алдым. Мен білемін. Алекс шақырдым. Алекс, көрші көлігін десем, кәдімгідей жаңағы көре алмай тұр ғой. Мына жер түсі нашар сияқты, қымбат алып қойған сияқтысың дейді кәдімгі. Таза қазақ болып кетті. Бір жылда. Дұрыс тексерген екенсіз. Сөйтіп жаңа Америка құрама штаттарына жібердік қой. Сосын хабарласам, қалайсың Алекс десем, бәрі жақсы, докторлық диссертацияны қорғадым дейді. Үйдегі бүкіл жаңа су, тоқ счетчиктерім бар ғой, артқа айналдырып қойыпты. Шынымен де таза қазақ болып кетті. Қазақ болып, сосын жаңа Америкада өзінің ауылын тауыпты. Сөйтіп ауылындағы туысқандармен араласа бастапты. Нағыз қазақ болған ғой. Сол ауылға киім беріп жіберетін болыпты. Сосын ауылдағы американдық туысқандарына айтып, енді сендер маған сүт жіберіңдер, ет жіберіңдер десе, ана ауылдағы американдық туысқандар түсінбей жатыр екен әлі. Бірақ негізі сонда да бар ғой, біздің осы қазақтың салт дәстүр мен әдет ғұрпынан мен разы боламын.